Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге 2023-2024 жылы қаражатта қайда инвестициялаған дұрыс, сол жайлы айтатын боламын. Қорда ақша бар, бірақ оны қалай кәдеге жарататыныңызды білмей жүрсеңіз, онда инвестиция ең оңтайлы тәсіл. Бірақ сол қаражатты қайда құю мәселесі тіпті күрделі. Өйткені әдіс түрі көп. Әйтсе де нақты сізге сәйкес келетінін табу үшін біршама білім жинау қажет. Сонымен 2023-2024 жылы қайда инвестициялауға болады? Жылжымайтын мүлікке инвестициялау. Байырғы көпшілікке жақсы таныс әдіс саналады. Әлі күнге дейін қаражат сақтаудың ең сенімді әрі қауіпсіз түрі деп есептеледі. Өйткені қалай болған күннің өзінде қолыңызда, кейін жалға беретін не сатып жіберетін актив қалады. Ақшаның құнсыздануынан да қорғану үшін дағдарыс кезінде осы тәсілге көптен жүгінеді. Артықшылықтары: өтімді актив. Әрине жылжымайтын мүлік нарығында баға құбылып, тоқырау болып тұрады. Дегенмен пәтер бағасының жалпы динамикасы үнемі оң көрсеткіш көрсетеді. Риэлторға барғанда не пәтерге заңды тексеріс жасатқанда төнетін қауіп мөлшері төмен. Экономикалық не қаржылық арнайы сауаттың болуы міндетті емес. Кемшіліктері: көлемді қаражат құю керек. Арнайы білім қажет емес десе де, нарықтағы жағдай туралы бәрібір ақпарат алып, біліп отыруыңыз қажет болады. Жылжымайтын мүлік саласындағы басты 4 бағыт. Бұрын адам тұрғын үйді сатып алып, жөндеу жұмысын жасап, қайта сатуға болады. Пәтерге деген сұраныс жоғары қалаларда тиімді тәсіл. Айталық, Астана, Алматы, Шымкент секілді мегаполистерде үстінен 20-30% пайда көруге болады. Айналым мерзімі шамамен 1 жылға жуық. Енді салынып жатқан үйде пәтер сатып алуға болады. Құрылыс жұмыстары аяқталған соң сатасыз. Орта есеппен 30-70%-ға дейін пайда көре аласыз. Бірақ айналым мерзімі ұзақтау 5 жылға дейін созылып кететін кездері болады. Тағы бір кемшілігі: құрылыс уақытша тоқтап, не мерзімінен кешіктірілуі мүмкін. Сондықтан дағдарыс кезінде бұл әдіс пайдаланбаған жөн. Пәтер сатып алып, оны жалға берсеңіз болады. Жылына шамамен 6-8%-ға дейін пайда әкелетін, ай сайын тұрақты пассивті табыс болып тұратын тәсіл. Бір жаманы жөндеу жұмысын жиі жасап тұру керек болады. Одан қала берді, ол пәтерде тұратындардың үстінен бақылау жасап, үйдің жағдайын тексеріп отыруыңыз қажет. Егер жалға алушылар нашар болса, жүкіңізді жұқартуы ғажап емес. Төлемді уақытылы алып отыру, әлде бір мәселелер туындаса, дереу шешу сынды шаруалар бар. Үйді кейін сатып жіберу үшін салуға болады. Бұл әдіс әрине өте күрделі. Екінің бірі бұлай жасай алмайды. Өйткені жер телімдерін табу, оларды салыстыру, құрылыс жұмыстары туралы жақсы білу керек. Әрі үйді салған соң адам бірден кіретіндей дайын қылып салу қажет. Олай болмаса сырты дайын, ішіне әлі жөндеу жұмыстары жасалмаған үйді сату қиын. Егер орнын дұрыс таңдай алсаңыз, пайдасы 100-200% болуы мүмкін. Қала сыртынан жақсы жерден салсаңыз, дайын үйге қызығатындар көп болады. Акция, облигация, валютаға инвестициялау. Оны мынандай 3 түрін айта аламыз. Түрлі қаржы құралдарына салым жасап, жеке инвестициялық шот жүргізуге болады. Айталық, әлде бір компанияның облигациясын не акциясын сатып алсаңыз да, сол алынған активтерден пайда көріп отырасыз. Акция, облигация, валютаға инвестиция жасай аласыз. Бұл ұзақ мерзімге қаражат сақтауға арналған әдіс. Сөйтіп дивидендтерден не курс көтерілгеннен табыс түсіп отырады. Биржада сату арқылы түрлі құралдардың курстары айырмасынан пайда көруге болады. Яғни арзандау кезінде алсаңыз, қымбаттағанда сатасыз. Ақшасы аса көп емес адамға облигация алған дұрыс. Өйткені бағасы тым қымбат болмайды. Компания акцияларын алып, әжептәуір табысқа кенеле аласыз. Бірақ алдын ала дайындық жасап, білім жинау қажет. Өйткені бұл саладан бейхабар адам ақшасынан айырылып қалуы мүмкін. Сол себепті енді бастаған болсаңыз, онда ірі корпорацияларға ғана инвестиция салған жөн. Әлбетте, ол үшін қаражаттың да қомақты болғаны жақсы. Биржада сауда жасауға келсек, минимум қаражатпен бастап кетуге оңтайлы әдіс. Дегенмен оған да арнайы білім қажет. Бір жақсысы, брокерлер сізге жол көрсетуге әзір дайын болады. Тіпті көпшілігін тегін үйретеді.
Ал енді пайдасына қатысты айтар болсақ, жылдық пайдасы орта есеппен 20-30%. Бұл әдіс арқылы инвестиция жасау үшін бар болғаны білім жинап, нарықтан барынша хабардар болған абзал. Қызбалыққа салынып шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Металға инвестициялау. Алтын, күміс, платина бағзы заманнан бері құнды металл саналады. Бағасы да өсе береді. Сондықтан болашағы бар. Ақша сақтаудың сенімді тәсілі саналады. Дегенмен еш кемшілігі жоқ деп айта алмаймыз. Ұзақ мерзімге көз жүгірткенде металл бағасы тұрақты түрде өсіп тұрады. Сейфте сақтауға болады. Көзге көрінетін, қолда салатын бұйым. Пассивті табыс жоқ. Алаяқтарға тап болуыңыз мүмкін, сондықтан қымбат металдарды тек банктерден алған абзал. Сақтау шарттары қиын. Егер дұрыс күтпесе, онда бағасы құлдырап кетуі мүмкін. Бұл салым көбіне ұзақ мерзімге бағытталуы керек. Өйткені алтын мен күміс жалпы тенденция тұрғысынан қарағанда бағасы әжептәуір өседі. Бизнеске инвестициялау. Біреудің кәсіпорнына ақша салып, одан дивиденд алып отырған әрине жақсы. Қолымыз бос, ақша болса түсіп жатыр. Бұлай жасап жүргендер де бар. Бірақ бәрі сіз ойлағандай оңай емес. Не жолыңыз болып кетіп, табысқа кенелесіз, не бизнес саласы туралы өте жақсы біліп, сол арқылы толағай пайда көресіз. Стартаптың болашағына сеніп қана қоймай, оның өсуіне қатысты бағаға да дұрыс болжам жасай білу маңызды. Табыс көлеміне шек жоқ. Барлығы стартаптың атауына және келісімшарт шартына байланысты. Пассив табыс түсіп тұрады. Келісімшарт құжатын дұрыстап жасау керек. Олай болмаған жағдайда сізді шетке ысырып тастауы мүмкін. Көлемді қаражат құйсаңыз, көретін пайда көлемі де сондай үлкен болады. Тәуекелі жоғары сала саналады. Өйткені стартап сәтті болмай шығуы мүмкін. Сондықтан нарықты зерттеу қажет. Егер айтарлықтай көлемді ақшаңыз бар болып, ол ақша сізден артылып тұрса, бизнестен хабардар болсаңыз, онда бұл әдіс сізге арналған. Таныс тамырға сеніп, олар алдап кетпейді деп онды-солды қаражат қоя беруге болмайды. Өйткені бизнесте мұндай ереже жоқ. Сізге керегі анализ ғана. Досыңызға деген ақ пейіліңіз жағдайды дұрыс бағалауға кедергі келтіруі мүмкін. Барынша сыни көзқараста болыңыз. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.